Саба шерефіңіз хайырлы олсын. Октябрьдің 30-ы Қарымыш қалының 1341 күні студиядамы Вилия Мұхтарова чалышам. Дүния Қарым-Татар Конгрессінің ижра комитеті işgal етілген Қырымда инсан ақлары вазиетіні музыкере етті. Топлашу Киевде олып кечті. Азат етілген Кремль эсерлері Ақтымшегус Вельми Умеровда ижра комитетінің топлашуында иштирак еттілер. Қарым-Татарларының лидері Мустафа Джемилев Америка Девлет департаментінің Украина векелі Курт Уолкерелі Курышова қында айтты. Америка темсілжісі Вельми Умеров Ақтымшегусға чешет мемлекетлерге барып, Русия işgal еткен Қырымдағы дешетлі вазиеті қында тариф етмеге тевсие етті. Волкер сам очень рекомендовал и Ильме Умерову, и Ахтему Чайгозу совершать больше путешествий, визитов. В первую очередь он пригласил, чтобы они посетили Соединенные Штаты. Вторым он считает, что они должны посетить Германию. Ну, Германию, наверное, мы Ильме Умерову пошлем в первую очередь для лечения. Конгрессның ижра комитетінің топлашуында Қарым-Татарларының мұқтариетіне де бұйық диққат айырылды. Конгресс президенті Рифат Чубаров ана яса деңішмелерінен бағылы иш екінленмекте деп қайдетті. Оның айтқанына көре бұл сене құрылтайының 100 еллығы девлет севесінде қайдетілежек. Законодательное оформление этого статуса необходимо делать до того, как Крым будет деоккупирован. И впервые вообще эти мероприятия будут проводиться на государственном уровне. У нас предполагается и планируется, и уже объявлено, принято решение о проведении торжественного заседания Верховной Ради Украины. Қырым бірдемлігі işgal алтындағы Қырымда адалетсіз басқы ве репрессияларға қаршы бұтын миллет ве дин инсанларының бақ көпірі олмалы. Жимат бірлешмесінің топлашу іштіракчілері бұңа чағырды. Оларының айтқанына көре басқыға ұғыраған қырымлыларының ярдымлашма меркезі оларақ құрылған Қырым бірдемлігі алазырда ұқу құршалай жетешкелят севесіне келді. Правовой беспредел и бесчинство силовиков по отношению ко многим людям продолжается по сей день. Наша мысль заключается в том, что крымская солидарность уже сегодня должна расширить круг своего взаимодействия и стать площадкой взаимопомощи не только в среде крымских татар. Все мы, находящиеся здесь, все мы, кто поддерживает нас по всему миру и в Крыму, будем продолжать бороться за каждого политзаключенного, за каждого преследуемого человека. Русия Бірлешкен Милетлерінің Халқара Махкемесінің Қырым қарарына құлаға асмай бұны Украина баш назерінің муавины Ивана Климпуш-Цинцадзе Бірлешкен Милетлерінің Нью-Йорк офисінде айтты. Оның қайдеткеніне көре репрессиялар ярымаданы сербестліксіз топыраққа чеварды. Ивана Климпуш-Цинцадзе Украина Бірлешкен Милетлерге Қырымда инсан ақлары резолюциясыны бережек деді. Апрель айында Бірлешкен Милетлерінің Халқара Махкемесі Русия Мечлис ясағыны ләғу етмелі ве Украин тілінде тасил алма имканларыны темин етмелі деп қарар чықарғаны да. Режиссерінің Украинадағы карьерасындан башлап Русия есіріне қадар Киевде Олег Сенцов китабы тағдым етілді. Оның ғайысы Анна Полинчукқа айттар Украин саяси мабюса құнда китапның муэлифі есе Александр Мимрук олды. Олег Сенцов терроризмде қабатланып Русия апсханесінде ета, оңа дайыр китап язғанлар Кремльнің есірі құнда дабыр кере хатырлатмаға істей. В книгу увійшли коментарі близьких родичів Олега, також багатьох активістів, його адвокатів. Эта книга, я надеюсь, что это будет еще одним шажком к освобождению Олега. Это дополнительный информационный повод, и я думаю, что она будет интересна всем, кого интересует вообще эта тема. Не только Олега Сенцова, но в принципе политзаключенных. Как легко у человека отобрать все, что ему близко. Бақшысарайда işgalчилер ханлар сарайыны yok еті. Музейінің тамиры япылажақ деп оны дорт күнге қапатқанлар. Ләкин аслында тарихи ядикарлықны бозған ішлер япыла. Бұны журналист Осман Пашаев Facebook сайфесінде язды. Оның айтқанына көре хан жәмесінің кераметі алып чықарылды. Емен керішлеріні алғанда есе 18 ғасырға айт.
Язылар бозулды. Ханлар сарайыны юып, орнеклеріні сілелер. Музей хадимлеріне ішке кірішмеге ве фото чықармаға бермейкенлер музейде қарауыл невбетшілік япа. Шымдылық бұл соңғы хабарымызды эфирні саба яйыны девам ете, аты ерден айрылмаңыз.